Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Есімім Далмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде керемет есеп. Бүгін аудандық олимпиадада келген есептерді талдайтын боламыз. Осындағы байланысты аудандық және облыстық олимпиадада кездескен есептерге негізгі идеялары ұқсас. Бұл жерде осы 4 есепті талдап берейін деп отырмыз. Енді бірінші есепті талдайық. Оқырмандардың, подписчиктердің сұранысы бойынша есептің идеясына және қарапайымнан бастаңыз деген сияқты ұсыныстар түсті. Сол үшін қарапайым идеялармен таныстырайық. Бірінші қарапайым бір мысалмен келтірейін. Бірінші есепті шығарудың алдын қарапайымына бір есепті талдап берейін. Так, енді бұл жерде бұл негізі 11 сыныпта мен өзім ұбт кезінде кездескен есеп еді. Қарапайым идея. Жалпы формуласы n және n плюс 1-дің көбейтіндісінен тұратын қатар. Енді n және n плюс 1-ді мен жаза аламын n плюс 1 минус n деп. Бұл жерде n мен минус n жойылған кезде бастапқы мән шығады. Енді алайда мен n плюс 1 мен n-ді топтастыратын болсақ, бізде мынандай өрнек шығып тұр. n плюс 1 мен n плюс 1-ді жоятын болсақ, және n мен n-ді жоятын болсақ, бізде жалпы формуламыз шығып тұр. 1 бөлінген n және минус 1 бөлінген n плюс 1. Енді бұл ұбт-да кездесетін есептер немесе 5-6 сыныптардың олимпиада есептері деп айтса да болады. Біздің жағдайымызда бұл жерде жазайық. n орнына 1-ді қоятын болсам, формуладағы 1 бөлінген 1 минус 1 бөлінген 2 плюс мына жерде екінші қосылғышты жазам. Мына жерге жазайын. 1 бөлінген 2 минус 1 бөлінген 3. Осылай жалғасады. 1 бөлінген 3 минус 1 бөлінген 4 и плюс жалғасады. Ең соңғысы 1 бөлінген 9 минус 1 бөлінген 10. Енді жойылатындар 3-тен 1 мен 3-тен 1, 2-ден 1 мен 2-ден 1, қарама-қарсы сандар 4-тен 1 мен сол жойылып кетеді. Бастапқы сан мен соңғы сан қалады. Идеясы осылай. 1 минус 1 бөлінген 10 қалады. Немесе 10-нан 9 қалады. 10-нан 9. Келесіна екінші есепті шамалы тоқталып айтып кетейін идеясын. Бұл жерде егер 2 мен 7 немесе осылай сандар кездесетін болса, ол кезде бізде жалпы формасы мынау 5n минус 3 пен 5n плюс 2 мен, яғни 5 қадаммен. Енді біз жазаламыз. Осы формада жазуға болады. Бірақ қарасақ, 5n жақшаны ашатын болсақ, 5n мен 5n жойылған кезде 2 мен минус 3-ті қосқан кезде 2 плюс 3-іміз береді бізге 5. 5 деген мәнді береді. Бастапқыда бізде 1 еді. Енді осы 5 деген санды жою үшін, қысқарту үшін мен жазам 1 бөлінген 5-ті. Шыққан 5 пен 5-ті қышандайтын болсам, бастапқы мән шығады. Енді сол кезде жалпы формуламыз осылай түрге келеді қосылғышты. Осындай түрлендіруге болады. Енді сол нәрсені мына жерге жазатын болсақ, бастапқысы 1 бөлінген 2, 1 бөлінген 2, енің орнына сан қойған кезде, содан кейін минус 1 бөлінген 7, осылай жалғасады. Плюс 1 бөлінген 7, минус 1 бөлінген 12 деген сияқты. Мына жерде 1 бөлінген 5-ті жалпы жақша сыртына шығарып қоя салуға болады. Сол кезде минус 7-ден 1 мен плюс 7-ден 1 осылай жойылып кетеді. Бұл есепті бастапқы
сан мен соңғы сан қалады, және 5-тен 1 қалады. Соңына дейін шығармайын, өздеріңіз көріп қоюға болады. Идеясын түсіндірдім. Енді есептің олимпиада есебіне тоқталайын. Олимпиада есебінде бізде шамалы қарайық. Бізде бірінші көбейткішке жіктеуіміз керек, екі санның көбейткіші. Содан кейін формуланы түрлендіріп, мына формаға келтіруіміз керек. Бірінші мүшесін қатар тұрған екі санның айырымы ретінде жазсақ, бізде шығады. Енді мына жерде аның 4-ші дәрежесі а квадрат және 1. Егер аның орнына 1-ді қоятын болсақ, бірінші тұрған қосылғыш шығады. Бірінші тұрған қосылғыштың бөлшектің бөлімінде тұрған сан шығады. Қарайық, аның орнына 1-ді қойсақ, егер 2-ні қоятын болсақ, аның орнына екінші қосылғыштың бөлшектің бөлімінде тұрған зат шығады. Сол нәрсен мен жазайын деп тұрмын. Қазір мен мынандай нәрсе пайдаландым. А квадрат плюс 1 соның квадраты минус а квадрат деген. Яғни мынаны қысқаша көбейту формуласын білетін болсақ, аның квадраты минус аның 4-ші дәрежесі, 4-ші дәрежесі плюс 2а квадрат плюс 1 минус а квадрат. Яғни мына жерде 1а квадрат, мына жерде 2а квадраттан 1а квадрат азайсақ, бастапқы мән шығады. Енді бұл жерде мынаны, бірақ қысқаша көбейту формуласын мен а квадрат минус б квадрат деп көбейткіштерге жіктеп жіберсем болады. Аның орнына мен жазалам а плюс б, а минус б. Аның орнына жазалам а квадрат плюс 1-ді, в-ның орнына а квадратты жазуға болады. Сол кезде бізде көбейткішіміз осы формада жіктеледі. А квадрат плюс б, а плюс б-мыз мынау, а минус б-мыз екіншісі. Так, енді артық нәрсені өшірейін. Так, ендігі мәселе көбейткішке жіктедік, және бастапқы мына тұрған қосыл сумманы анықтайық, сумманы қосылғышты табайық. Так, бізде форма осылай. Аның орнына 1-ді қоятын болсақ, бірінші, 2-ні қоятын болсақ, екінші қосылғыш шығады. Енді біз жазаламыз, мына жерде аның бөлшектің бөліміне жазалам, мына көбейткішті жазалам. Енді және осы көбейткіштерді азайтқан кезде мына жерде а квадрат пен а квадрат жойылады. Адан минус аны азайтатын болсақ, 2а шығады. 2 деген басында жоқ еді, бастапқыда. Сол 2-ні құтылу үшін мына жерге 2-ден 1 деген көбейткіш қойдық, санды көбейттік. Немесе 2-ге бөлдік десек те болады. 1 мен 1 жойылады, сонда осы түрлендіргенім дұрыс. Ендігі мәселе 2-ден 1-ді көбейткішке жіктедік, яғни жақша сыртына қойдық. Осылай қысқартқан кезде мынаны қысқартып, мына а квадрат минус а плюс 1-ді алдық, және мұнамен екінші бөлшекте мынаны қысқартып, 1 бөлінген а квадрат плюс а плюс 1-ді алдық. Осылай формуланы түрлендіріп алдық. Ендігі мәселеміз мына нәрсені де көрсетіп кете салайын. Бұл мынаның бірге артық екенін көрсетуге болады. Яғни мынандай түрлендіріп, мынаны жақшаны ашатын болсақ, а квадрат плюс 2а плюс 1 минус а минус 1 плюс 1. Минус а мен 2-аны ықшамдайтын болсақ, бізде шығады а квадрат плюс а минус 1 мен плюс 1-ді жоятын болсақ, плюс 1. Яғни бастапқы мән шығып тұр. Бұл жерде көруге болады, мына тұрған өрнек пен мына тұрған өрнек
екі ұқсас тек бірге артық формасы. Келесісі. Так, ендігі мәселе мына тұрған өрнекке сандарды берейік. 1, 2, 3 деген 100-ге дейін болған сандарды қоятын болсақ, бізде пайда болатыны, так, бізде пайда болатын нәрсе есебіміз осы. Қоятын болсақ, мына жерге 1-ді қоятын болсам, аның орнына 1 минус 1 плюс 1 ол 1-ді береді. Мұнаның орнына қоятын болсақ, 2-нің квадраты минус 2 плюс 1 ол 3-ті береді. Минус 3-тен 1. Келесі, егер мұнаның орнына 2-ні қоятын болсақ, екінші қосылышымыз 2-нің квадраты минус 2 плюс 1. Осылай мынаған 2-ні қойған кезде уже 3-тің квадраты болады. Осылай жалғасады. 2-ден 1 барлығының көбейткіштің алдында болады. Соны жақша сыртына шығарып қоя салдық. Минус 3-тен 1 мен плюс 3-тен 1, 7-ден 1 мен осылай жойылып кетеді. Бастапқыдағы 1 мен соңғы мүшесі қалады. Бастапқы бірінші мүшесі мен соңғы мүшесі қалады. Сол кезде бізде пайда болатын нәрсе осылай. Мынау тұрған нәрсеміз 10.101, 101. И бөлшектің ортақ көбейткіш берсек, бізде пайда болады. Есептің жауабы 5050 бөлінген 10.101 деген сан шығады екен. Енді келесі есеп өтейік. Ол да керемет есеп. Яғни факториалмен берілген есеп. Ол есепті талдау керемет бір әдістерді пайдаланамыз. Бұл жерде де облыстық олимпиадасы есептерінде де осыған ұқсас идеяларды пайдаланатын боламыз. Так, енді қарайық. S саны берілген бір факториал, оның көбейткен 1-дің квадраты плюс 1 плюс 1. Келесі плюс 2 факториал көбейткен 2-нің квадраты плюс 2 плюс 1 осылай жалғасады. 2011-ге дейін жалғасады. Және S плюс 1 бөлінген 2012 факториал өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Яғни қосындыны тауып, оны 1-ді қосып, 2012 факториалға бөлуіміз керек. Мен жазалам, мына бізде жалпы формамыз осылай түрде берілген. Басталады 1-ден 2011-ге дейін қосындыны табуымыз керек. Енді мен жазалам. Так, мына форманы түрлендірейік. Бұл жерде мынаны байқауға болады. А плюс 1-дің квадратын жазатын болсам, А квадрат плюс 2А плюс 1. Енді мына 2Адан бастапқыда А екенін ескерсем, яғни Аны азайтатын болсам, бізде мынандай форма түрленеді. Так, енді бұл жерде біз жақшаны ашайық. Мына егін көбейтейік. Сол кезде бізде пайда болатын бізде осындай бір сандардың көбейтіндісі. Так, енді біз білеміз, А факториал көбейткен А плюс 1 болса, ол дегеніміз А плюс 1-дің факториалы екенін білеміз. Енді мына жерде А квадраттың орнына мен жазалам А плюс 1 көбейткен А факториал деп жазалам. Ендігі мәселе мынамыз белгілі. Жазаламыз. Біз мынандай жазаламыз. Бұл жерде А плюс 1 көбейткен
а плюс 1-дің факториалы екен. Так, сол нәрсені жазайын. Сізде осындай пайда болды, осындай бір өрнек пайда болды. Яғни аның орнына 1-ді қойсақ, бізде пайда болады 2 көбейткен 2 факториал минус 1 көбейткен 1 факториал. Аның орнына 1-ді қойсақ. Енді мына жерге 1-ді қоятын болсақ, 2 и 2 факториал. 2-ні қоятын болсақ, осылай 3 көбейту 3 факториал минус 2 көбейткен 2 факториал. Осы мына жерде жазылатынымыз мынауымыз 2 көбейткен 2 факториал минус 1 көбейткен 1 факториал. Мынауымыз 3 көбейткен 3 факториал минус 2 көбейткен 2 факториал. Осылай жалғасады. Келесі 4 көбейткен 4 факториал минус 3 көбейткен 3 факториал жалғасып келеді. Бұл жерде байқайтынымыз мыналар қысқарады, қарама-қарсылар. Бастапқысы мен соңғы сан қалады. Мынаумен қалады 2011-ді қойған кезде 2012 шығады. Сол нәрсе қалады бізде. Мына жерде қысқарттық. Барлығын қысқартып тастаймыз. И мынамен мына 3 пен 3, 4 пен и соңғысы мынау өрнекпен бастапқы 2 қалады. Енді 2-ні азайтатын болсақ 2012 осылай қалады. Енді бізде S тап деген емес, S плюс 1 бөлінген 2012 факториал тап деген біз жазайық. S-тің орнына тапқан мәнді қояйық. Сол кезде минус 1 мен плюс 1-ді жойып жіберсек, және 2012 мен 2012-ні қысқартып жіберсек, осы 2-ні қысқартатын болсақ, жауабымыз 2012 деген сан шығады. Сол мен келесі облыстық олимпиадасының есебін талдайық. Бұл 9-шы сыныптарға келген қарапайым есеп, қарапайым идея деп ойлаймын. Мына тұрған неміз қосылғышта мен жазалам. Осылай жазуға болады. Бұл 5-шы сыныптың есебі. 5-шы сыныптың формуласы бөлшектің бөлімін жазуға болады. Бөлшектің бөлімі бірдей болатын болса, жазуға болады. А минус С деп, немесе керісінше. Сол кезде бізде пайда болатыны факториалдың қасиеті бойынша, n факториал дегеніміз бізде береді. N факториал дегеніміз, n факториал ол неге тең? N минус 1 көбейткен, n минус 1 факториал көбейткен n жаздым, n мен n-ді жойдым, қысқарттым. Сол кезде бізде пайда болады мынандай формула. Яғни бірге кем болып тұр ғой. Енді жаза аламыз. S сумманы табайық. Бізде берілген есебіміз осылай. Біз жаза аламыз. N-нің орнына 2-ні қоятын болсам, біріншісі шығады, 1 шығады. N-нің орнына 2-ні қойсам, 2 шығады. Осылай жойылады. Минус 3-тен 1 мен бастапқы сан мен соңғы сан қалады. Соңғы сан. Және жауабын жазайық. S тең 1 минус 1 бөлінген n факториал. Келесі шамалы күрделі, бұған қарағанда шамалы күрделі есеп екен. Алайда қатты да күрделі емес. Так, талдайық. Шешуін талдайық. Бұл жерде қарасақ, қатарымыз коэффициенттер әртүрлі. Негізі идеясы да коэффициенттер әртүрлі. Егер 2, 3, 4 и мынамыз 2-нің 1 дәрежесі, 2 дәрежесі, 3 дәрежесі. Осылай жалғасып тұр 2-нің 2 дәрежеге дейін. 2-нің 1 дәрежеге дейін. Сол сан 2-нің осы қосылғышымыз 2-нің 1-ге бөлінетіндігін дәлелдеңіз дейді. 2-нің 1-ге бөлінетін. Жазайық.
S санында S деп белгілеп алайын қатарда, және мен мынандай бір санды, сол S санын 2-ге көбейтейін. 2-ге көбейтетін болсам не пайда болады? 2-ге көбейтсем, мына жерде 2-ге көбейткенде 2-нің 1 дәрежесі емес 2 дәреже болады, я уже. Так, енді мына жерде уже 3 дәреже болады. Екінші қатарды жазып қойдым. Мына бірінші қатар деп жазып қойын. S саным және 2-ге көбейткен екінші қатар 2S. Яғни бір санды жылжытып отырмын, я. Бір санға 2-нің 2 дәрежесі, мынамыз 2-нің 3 дәрежесі, 3 көбейткен. 4 көбейткен 2-нің 3 дәрежесі емес, 4 көбейткен 2-нің 4 дәрежесі. Енді бірінші қатардың екінші қатарды азайтатын болсам, менде пайда болады. S-тің 2S-ті азайтатын болсақ, ол кезде қатарымыз тең болады. 2 көбейту 2-ден 0-ді азайтсақ, ол 4. 4-ті мен жаза алам. Так, 4 деп жаза берейін әзірше. Так, мынаны азайтатын болсақ, 3-тен 2-ні азайтатын болсақ, 2-нің 2 дәрежесі, мынаны азайтсақ, 2-нің куба, мына жерге 4 деп жазып қойын әзірше. Солай жалғасады. 2-нің 4 дәрежесі осылай жалғасады. 2-нің 2011 дәрежесіне дейін жалғасады. Және минус мынаның 2012-нің 2 дәрежесі. Енді мен жаза алам. S-тен 2S-ті азайтсам, ол кезде так, мынандай нәрселер пайда болып тұр бізде. Бұл әдіспен біз коэффициенттерді шамалы реттеп алдық, сандарды. Мен мына 4-тің орнына мен жаздым, бұлай жазып кете салдым. 1 плюс 1 плюс 2 деп, мынаның қосындысы, ол мына 4-ке тең. Енді мына нәрсе бізде береді, ол геометриялық прогрессия деген сияқты, я? Геометриялық прогрессия. Яғни бұл жерде мына бір формуламен де шығаруға болады. Сумма тең так, V1 көбейткен Q-ның n дәрежесі минус 1, Q минус 1. Немесе мына формуламен де шығаруға болады. AN минус BN тең болады A минус B, N минус 1, осылай жалғасқан бір формуламыз бар. Сол формуламен де шығаруға болады. Так, әркімге әртүрлі идея жолмен шығарған ыңғайлы. Мен бұл жерде мынандай нәрсе пайдаланайын. Так, оқушылар үшін болса, геометриялық прогрессия формуласымен шығарып бере салайын. Бізде пайда болады мынандай нәрсе. Так, S-ті азайтсақ минус S шығатыны белгілі. Мына 1 тұр орында. Енді мына тұрған нәрсеміз B1-іміз тең 1-ге, Q тең 2-ге, және N тең 2011-ге дейін жалғасып тұр. 1-ден 2011-ге дейін жалғасып тұр. 0-ден, то есть 0-ден. Так, сол кезде 2012. 2002, кешіресіздер, 2002. Так, 2002 болса, ол кезде бізде пайда болатын нәрсе, мына формуланы қоятын болсақ, S тең B1-ің орнына 1-ді қоямыз. Бірінші мүшесі 1. 2-нің
2 дәрежесі минус 1 бөлінген 2 минус 1. Бұл 2-ден 1-ді азайсақ бәріне. Сол кезде мынандай мән шығып тұр, иә. Мына қатардан шыққаны так, мына жерге жаздым. Енді жазайық. Мынандай нәрсе бар. Минус 1 мен плюс 1-ді жоя аламын. Сол белгілі. 2012-ді ықшамдауға болады. Дәрежелері бірдей. Яғни 2-ні 2002 дәрежесін жақша сыртына шығарып, 1 минус 2002 деп, ол жерден мынаның 2001 екенін есептесек, және минус 1 деген санға көбейтетін болсақ, s минус s-іміз тең болды. Сол кезде минус 2001 көбейткен 2002 дәрежесі екенін білсек, және минус 1-ге көбейтсек, жауапты аламыз. Жауапты алдық. Енді бұл жауап 2001-ге бөлінетін дәлелдеңіз деген, ол күрделі нәрсе емес. Яғни сан 2001-ге көбейтіңіз. S саны 2001-ге бөлінеді. Сонымен тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып қолдау көрсетейік. Рахмет.